Мынау қиын қыстау заманда ашаршылық жылдары Түстікбай тоғамы деп аталып кеткен. Сол Түстікбай ақсақалдың бастамасымен осындай тоғам салған ашаршылық жылдары. Міне мынау Терісайрық өзені. Осы Терісайрық өзенінің деңгейін мынандай биікке көтеріп, таудың етегін жағалатып отырып тоғам салып, сол тоғаммен мына жақта 80 гектар деп аталатын жер бар. Сол 80 гектар жерге егін еккен. Сол егінді суаруға осы тоғам арқылы су шығарған. Міне бұл Терісайрық өзенімен деңгейін салыстырған кезде көрінсе қарасаңыздар, бір жоқ дегенде 30-40 метр биіктікте орналасқан таудың басында. Міне мына Түстікбай тоғамы осылай жалғасады ары қарай. Осы тоғам арқылы ар жақта 80 гектар жерге егін егіп, сол жерге егін егіп ашаршылық жылдарында күн көрген. Міне мынандай қолмен қалаған осындай тоғам бір өте керемет, жоғарғы бір сапамен жасалған тастар. Міне өстіп қолмен қалап отырып, жағалатып отырып